Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көркем еңбек сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлке табиғатындағы жылы және суық түстер, реңк атаулары. Сабағымыздың мақсаты шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар жинау. Өнердің әртүрлі туындыларының негізгі суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау. Бағалау критерийі жылы және суық түстерді ажырата алу, түстердің түрленуін, жаңа бояу реңктерін шығаруды білу. Әр адамға туып өсіп, балалық шағы өткен жері өте ыстық. Біреулер есейіп, басқа жерге қоныс аударады. Ал енді біреулер туған жерінде қалады. Алайда адам қай жерде жүрсе де, туған өлкесіне қуана оралады екен. Балалар, сендердің туып өскен жерің қай жер? Сол туралы айтып беріңдерші. Жарайсыңдар. Ол жер сендерге несімен қымбат? Өте жақсы балалар, керемет айттыңдар. Жылдың әртүрлі мезгілінде сенің туған өлкеңнің табиғатында қандай түстер басым болады? Дұрыс айтасыңдар. Мысалы, күз мезгілінде жылы түстер басым болады. Қыс мезгілінде салқын түстер басым болады. Суретші сурет салу үшін қоршаған ортадағы түстерді көп қолданады. Туындыда басты әсерлегіш құрал түс болса, ол кескіндеме деп аталады. Кескіндеме орысша айтқан кезде живопись, ағылшынша painting деп аталады екен. Мұндай туындыларды салатын суретшіні кескіндемеші деп атайды екен. Олай болса, мына жерде Марат Бекеев деген суретшінің екі суреті берілген екен. Негізі суретші Марат Бекеевті туған жер және балалық шақ туралы естеліктің жыршысы деуге болады. Марат Бекеев 1964 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген екен. Мынадай сендерге тапсырма. Бірінші суретте Марат Бекеевтің кеш деген суреті салынған. Ал екінші суретте Марат Бекеевтің қара ағаш деген атауымен берілген суреті көріп тұрмыз. Қарандаршы, суретші сурет салу үшін қоршаған ортадағы түстерді көп қолданды. Туындыда басты әсерлегіш құрал түс болса, ол жаңа айтып кеттік, кескіндеме деп аталады, иә? Енді қараңыздаршы, суретшінің екі туындысын салыстырайық. Олардың көңіл күйін суреттейік. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші суретте, кеш деген суретте, яғни адамның көңіл күйі жабыраңқы деуге болады. Себебі бұл кезде көптеген қара қою түстер қолданған. Ал екінші суретке қарасақ, бұл жерде күз мезгілінің суреті деп айтуға болады. Яғни бұл жерде сары, ақ түстер араласқан екен. Енді қарайықшы, осы екі картиналарға қарап, қандай сезімде боласыңдар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Сендердің жауаптарың маған ұнады. Балалар, салқын түстер бұл салқын температураны еске салатын түстер. Блюз, яғни су мен көк орман және күлгін кеш сияқты түстер, бұлар жаңа айтып кеткендей салқын түстерге жатады екен. Ал жылы түстер жылы температураны еске түсіреді. Сары, мысалы, күн және қызыл, чили бұрышы сияқты, және апельсин, шөл гүлдері сияқты осындай түспе берілген картинкалар, яғни суреттер жылы түстерге жатады екен. Осыларды есте сақтап алыңыздар. Енді мына суретте қарап көрейік. Назар аударайықшы, олардың түсі қандай? Дұрыс айтасыңдар. Олардың түсі ашық, я? Енді қараңдар, қандай негізгі түстерді білеміз? Я, құрама түстер қандай түстерден тұрады? Дұрыс айтасыңдар. Қызғылт, сары, жасыл және күлгін түстерден тұрады екен. Ендеше, мына жерде көбінесе қандай түстер басым, балалар?
Әрине, жасыл түстер. Алайда балалар, олардың түсі әртүрлі екен, иә? Түсі емес, реңктері алуан түрлі деп айтуға болады. Реңк дегеніміз бұл бір түстің түрленуі. Жаңа бояу реңктерін шығару үшін бір түске басқа түсті қосу керек. Сонда бір түстің алуан түрлі реңктерін алуға болады. Ендеше балалар, қазір біз мына бір жұмысты, тапсырманы жасап жіберейік. Палитрада жасыл түсті гуашь бояуына басқа түсті бояуларды қосайық. Оларды араластыра отырып, жасыл түстің әртүрлі реңктерін шығаруға болады. Бояуға саусағыңды малып, қағаз парағына таңбала. Жасыл түстің қандай түрлерін шығаратыныңды сана. Мінекей, бұл сендерге балалар өздік жұмыс. Қанекей, осы жұмысты барлығымыз белсене орындайықшы. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Ал енді мына бір жерге назар аударайық. Кейбір реңктер көкөніс, жеміс, жидектердің атауымен байланысты болады. Мысалы, қарақат, қызылша, қызанақ, жасыл көк деген тағы басқа реңктермен байланысты болады екен. Кейбір реңктер гүлдердің атауымен байланысты болады. Мысалға айтып кетсек, қызғалдақ, сарғалдақ деп атауға болады. Енді бірі табиғи материалдардың минералдар мен металдардың атымен аталады. Мысалы, құм түсті қызғылтым, көк теңіз, күміс, алтын, малахит түстер сияқты тағы да басқа осындай табиғат материалдарымен аталуына болады екен. Енді балалар, сендерге мынадай үйге тапсырма. Бірінші жұмыс дәптерінің 26-27 беттеріндегі тапсырмаларды орындап келу. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақтағы жетістіктерің үшін өте қуаныштымын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.